қызметте. Ustanım. Balalar, men ketip baram. Wendy, annelerine karayalasın da. Apa. Oo, ne жағдай болды? Мәселе мынада, апа. Маған біреудің бас көз болуы қажет емес. Мен кішкентай бала емеспін. Уэнdiдің көмегі де қажет емес. Иә, өтінем. Уэнди інілеріне бір мәрте қарамаса болмай ма? Қане, апа, менің өз шаруаларым бар. Жарайды, Уэнди, шаруаларыңды жасай бер. Дегенмен қандай да бір мәселе туындаса, жауапкершілікті біреуің аласыңдар, жарай ма? Тек мен емес, апа, жарай ма? Мен жауапкершілікті ұнатпаймын. Ұстанам. Рұқсат етіңдер. Бәріңе сәлем. Питер, дер кезінде келдіңдер. Әйтеуір сағымдар елінде мен мына екеуіне бас көз болмаймын. Сенен ешкім өтінген жоқ қой. Кетеміз бе? Әрине, сыңғыр. Иә, рұқсат етіңдер. Иә. Уэнди, егер расымен інілеріңе қарағың келмесе, осында қалсаң болады. Ау, әзіліңде сыңғыр. Рахмет, сыңғыр. Бүгін не болатынын білесіңдер ме? Бүгін Қармақол капитанның туған күнін тойлаймыз. Не? Түк түсінсем бермасын. Сағымдар елінде туған күн тойлауға тыйым салынған. Ал сендер дұшпандарыңның туған күн тойламақсыңдар ма? Әрине, туған күн сайын есейесің. Ал ол маған ұнамайды. Бәрінен жаманы Қармақол. Сондықтан оның туған күнін тойлаймыз. Сонда да түк түсінбедім. Мен де. Жақсы, біз келдік. Саған мынаны қара. Рас па, оған сыйлық бергелі жатырсыңдар ма? Иә, бірақ ескі сыйлық емес. Сенде? Өздерің көргендей, бұл қымбатты Қармақол капитанның қарапайым мүсіні секілді. Иә, өзін жақсы көретін білесің, сондықтан. Бірақ қармақты жылжытсаң, бұл мүсін бұлай. Кеңінен ашылады. Мәссіғыр, елестетіп көріңдер, бос орынды қыштатын өсімдіктермен. Толтырамыз, көбірек саламыз. Керек Майя, Мира төртеуміз қыштатын өсімдіктерді жинадық. Бірақ бұл мынаны толтыруға жеткіліксіз. Иә, ендеше тағы біраз жинап керек. Енді, Менің әкелгенімді қалайсыңдар ғой? Бірақ неге? түсінемісің, оны жинау өте қиын. Оған қоса 3 күнде күшініп жүретін боласың. Қуана барар ем. Бірақ негізінен жоқ. Көрдің бе, Питер? Оның көмектескісі келмейді. Дегенмен бірге барып көмектессем, қалай жинауды айтам. Мақұл, жақсы. Бірақ бір мәселе бар. Мүсінді сырлау секілді аяқталмаған біраз шаруа бар. Және... Жақсы, сен кете бер. Балаларды мен басқарам. Иә, егер саған жауапкершілік ұнайтын болса, онда қарсылығым жоқ. Сыңғыр, кеттік пе? Бізді күтіңдер. Қане қайта көрейік. Мына жерден шықтық, мына жолмен жүрдік. Ал қазір осындамыз. Жетуге тиіс едік қой. Түк түсінбедім. Түсінгенім 24 сағат бойы жүріп береміз да, капитанның туған күніне сыйлықтарды өтудің орнына жай ғана гүл сыйласақ болмай ма? Гүл ме? Одан да неге шоколад сыйламасқа? Керемет болар еді, бірақ олар орманда өсе ме? Доғарыңдар. Ойлаған сыйымыз тамаша. Елестетіп көріңдерші. Күн мен түнді қадағалайтын метрономиконды тапсақ, капитан қараңғыда қалмас еді. Ол дегенім, түнде айқайлап мені оятпайды. 2 сағат сайын майшамды жақпаймын. Жылап мазамды алмайды. Оны жұбату үшін бесік жырын айтпаймын. Расымен де жақсы ғой. Айтшы, Смей мырза, бұл сыйлық расымен де капитанға ма? Не? Әрине соған. Табуға тиіспіз. Бар болғаны сол. Қане, қартаға тағы қарайық. Мына жерден шықтық. Мінекей, осыда жетіп қалар. Солай ма? Тамаша. Ендеше біз кеттік. Мәссаған. Анау не?
енді бум! Сен менің айтқанымды орындайтын боласың. Мәссаған, рахмет сыңғыр. Сенің арқаңда Қармаққолдың туған күні естен кетпестей болмақ та. Өте қауіпті дегенімді естен шығардың ба? Әрине, олар тез солып қалады. Бірақ Сыңғыр, сен қорқып тұрсың. егер солай десең, онда қыштатын өсімдіктеріңді көтеретін басқа біреуді тап. Сыңғыр, тоқта. Bir шешімін таптым. Иә, Джон, қалай болып жатыр? Жақсы емес. Мен басқаларды көмекке шақыра алмайтынымды мойындаймын, сондықтан... Рас па? Бірақ оңай ғой. Қара. Ей, достар, келесіңдер ме жоқ па? Туысқа бойынына қалай қарайсың? Мен сам. Жақсы, түсінікті. Сыңғыр, сыңғыр. Кәне ашуланбашы енді. Мені кешіруің үшін үйге барғанда Синтиядан саған жаңа үй салып беруін өтінем. Иә, сөзсіз. Мына жол. Әлгі ақымақ қарақшылар қайда? Жарайды, қалағандарың жасаңдар. Бірақ метрономиконда барғанда капитан кімді марапаттайтынын көресіңдер. Ей, абайлап жүрсеңші, Питер. Өтінем, Питер, тиіспеші маған, Әміріңізге құлдық, Смей мырза. Қалайша бұл... Эй, бұл Питер ғой. Бұл не өзі? Тұзақ па? Олай ойламаймын. Питер әлгі... Орыспен билеп дегенде... Иә, мырза. Арқасында ол біздің қадағалауымызда секілді. Капитанның туған күнінен бұдан артық сыйлық болмас сірә. Сонда ол қалағанымыз жасай ма? Смей мырзаны салып. Сүйікті капитаным. Осындамын, капитан. Кәне, Питер, бізді көңілді Роджерге апар. Иә, мырза. Онымен қызыққа бататын боламыз. Мүмкін емес, басқаларға айтуым керек. Секіре бермесеңші. Стай алмайсың. Ей, достар, көңіл көтеріп болсаңдар, бәлкім маған біраз қол ұшын берерсіңдер, а? Ей, достар! Қарақшылар Питер Пенді арнап алды. Ал қазір олар оны Қармаққолға сыйға тартпақшы. Жоспар құрайық. Бірақ ойынды аяқтаған жоқпыз. Шалламыз ба? Жоқ, теңізге барамыз. Ей, қане доғарыңдар. Питер жоқ кезде мұнда мен басшымын. Сондықтан бәрің сөзіме құлақ асыңдар. Ал енді бұлай жасаймыз. Қанша сағат өтті? Әлгі ақымақтар қайда жүр? Ешқашан дәл уақытында келмейді. Тіпті туған күнімде де. Өңшек шіріген сексаяқтар. Рахмет, мырзалар. Бірақ менің сыйлығым қайда? Рас па? Әзілдеріңе сыйлықтар осы ма? Ашуланбаңыз, сабыр етіңіз, капитан. Салып қойыңыз. Питер, кәне балет билеп берші. Бірақ қалайша? Бұл қалай болғаны? Қара бер, қане Питер. 10 рет тартыл. Еденді айнала еңбектеп жүр. Қалай ойлайсың, Смей мырза? Ол жап-жақсы бейші. Шега биле. Рахмет! Өмірімдегі ең
etne Mırsa. Ya vallahi olmazsa. Абыржыма, сыңғыр, Питерді құтқарамыз. Қане, Питерді құтқарайық. Дұрыс, әсіресе қате бағытпен жүрсең, егер бәрін дұрыс жасасаң. Питер, тоқта! Не істеп жатқаныңды білесің бе? Сми Мырзаға күн мен түн метанамиконын апарып бермекпін. Питер, олай жасай алмайсың. Егер қармақ қол әлгі аспапқа қол жеткізсе, күнде ешқашан батырмай. Сағымдар еліндегі өсімдіктер мен жануарлар үшін қиын болады. Ya, оның рас. Көрейік, ол қайда еді? Міне жақсылап байлады. Бұл ерекше туған күн болма, қармақ қол, капитан. Адасқан балалардың басшысы, Джонның сыйлығы. Қалай жеңіске жеткенімізді көрдіңдер ме? Таңғаларлық қой, я? Иә, енді толымсыз жеміске ұқсайды. Мұны мен не айтпақсың? Мәселен, біз әлі Питерді таппадық қой. Әлбетте, ол бізден бұрын кеткен. Не? Неге маған ертерек айтпадың? Мүмкіндік бердің бе, әскерлердің басшысы Смат Мырза? Ай, бер қара. Жақсы, сонда Питер қазір қайда? Ол күн мен түнді қадағалайтын құралды алып, сағымдар елінде күннің батуын тоқтатпақшы. Енді біз... Жақсы, арбауды жоятын амал табуға тиіспіз. Немесе әдеттегідей жасаймыз. Сағым ағашына барып, үлкен кітаптан әлгі метрономиканың қайда жасырылғанын табамыз. Содан соң... Оған бөгет жасаймыз, жаман емес. Рахмет, балақай. Ендеше кеттік. Әй, әлгі метрономиканың қайда екенін білемін. Сондықтан пайдасыз жоспарларыңды ұмытып, менің соңымнан еріңдер. Қайда баратынымызға сенімдісің бе? Әрине сенімдімін. Міне, мынамен тез барамыз. Жақсы, мен де жеттім. Тадам! Осында еді ғой. Осында болғанын білем. Сағым елінің кітабынан оқылғаным есімде. Ол келді. Міне, Сми Мырза. Тамаша, жарайсың балақай. Бері келсімей. Қане, мұны бұрап көрейін. Іске асты, іске асты. Не бүлдірді? Жеңілуімізге себепкер болдың, дәл солай. Сұңғыр. Доғар, Майкл, ол рас айтып. Бәрі менің күнәм. Оған нағыз басшы боламын дедім. Бірақ шын мәнісінде ақымақ екенмін. Ақымақ емессің ғой, Джон. Питер үнемі сөзіміз тыңдайды. Мысалы, қармақ қолдың алып мүсін дайындау менің ойын болады. О, Чапс, жарадың. Білем, бірақ неге? Себебі дұрыс айттың. Сендерді тыңдауға тиіспін. Себебі маған жақсы ой келді. Рас па? Сонда қандай? Жүріңдер, жол жөнекей түсіндіремін. Ал егер ұнамаса, басқа малды бірге табармыз. Жарай ма? Жақсы. Мынадан ұстап айналдырасың. Міне осылай жасаймыз. Бірақ егер ұнамаса, келіспеулерге болады. Әзілің бе? Өте қызық. Питер Пеннің де жоспары осы еді. Не істегенімізді қалайсың? Жақсы, ойланайын. Алып қояйын. Кішкентай Пен, дәмді сорпадан маған тағы біраз құя аласың ба? Тат-тат-тат, балет қимылы мен
sizge sыйлык бар секілді. Қайда? Ne? Tағы сыйлық па? Қол қусырып тұра бересіңдер ме? Қане оны әкеліңдер. Шыдамдар. Қане, Питер, сен де көмектес. Тұзақ еместігіне сенімдісіз бе, капитан? Тұзақ па? Мұнымен не айтқан келеді? Енді былай ғой, ренжітетін ойым жоқ, капитан. Мәселе мынада, сізді жақсы көретін адам негізі көп емес. Сондықтан мына сыйлықты Бос сөз. Қызғанып тұрсың солай ма? Бәрі мені сыйлайды, Смит. Жақсы жасалған. Өзім секілді сымбатты. Оу, мынасы несі? Неге бұлай тұр? Оу. Достар, қарақшылардың түбіне жетейік. Мүмкін емес. Питер мен біздің жақта болса да жеңіліп қалдық. Ей, бірақ Питер біздің жағымызда. Питер, мына көрші-қандарды маған әкел. Жарайды, мырза. Қозғалмаңдар. Ойындаудың қажеті жоқ. Ол жалғыз, біз көппіз. Ол бізді жеңе алмайды. Бәрекелді, Питер. Не деп едің? Жақсы, жақсы. Мойындаймын, қателестім. Бұл өмірімдегі тамаша күн. Және күнім ешқашан аяқталмайды. Кешіріңдер, достар. Уақытым болғанда алдымен қармақ қолдан Питерді босатып алатын едім. Неткен тамаша күн. Меніңше күн мен түн метрономиканың қолданғанымыз дұрыс. Себебі сонда ғана күн тез өтеді. Содан соң әлгі арбауыш гүл. Және гүл солады емес пе? Я, дұрыс. Түсіндім. Оған қалай қол жеткіземіз? Бір жоспарың бар ма, Сыңғыр? Мойындаймын. Жаңа қызметкерге размен риза болып отырмын. Иә, әйтеуір осы жолы бізді ұрмайды. бұл жолы Питердің өзін жібересіз. Солай ма, капитан? Қайда барам деп ойлайсың? Қарақшылар, шабуылда! Сенімсіз бе, капитан? Оның қолынан келетін сөзін ғой. Мен не дедім? Шабуылда! Жоқ, түн қараңғы. Смит мырза, маған қолыңды берші. Қалайша? Қане? Жоқ! Жақындама. Анашым! Міне осылай. Жалғастыра бер. Қолыңдағыны бер, ақымақ қыз. Ол менікі. Қане, Қолыңнан бері. Жақсы, сәл қалды. Саған не болып жатыр? Неге бұлай мені ұстап отырсыңдар? Жазылдың ба, Питер? Не болды? Неге ұша алмаймын? Ұшарсың. Иә, достар, қарақшылармен шайқасуға қалай қарайсыңдар, а? Ол деген біздің жағымызда емес пе? Қане, кел қайтыңдар, қорқақ қарақшылар. Жоқ, түн емес, анашым! Капитан метрономиканда жасырған жерімізді таба алмас. Иә, керемет. Иә, сендерде бәрі дұрыс па? Олар тәртіпті болды ма? Иә, бірақ келесі жолы бізге Уэнди бас көз болады.
Енді сыпырғы мен қалаққа бас көз болатын болды.